Келесі бізде Kia K7 көлігі. Бұл 3 куб бензин 2018 жылғы. Небір 71 мың километр жүрген екен. Осындай қара түсте. Өте жақсы комплектацияда. Так, мұнда R18 дискілер, резинасының қалдығы 90%. Сыртында айтарлықтай замечаниялары жоқ. Алдыңғы артыңғы парктрониктары бар. Керемет алдыңғы дистроник. 3 куб GDI мотормен капоттың астынан бастап кетейік. Мотор жақта керемет сағат секілді жасап тұр. Ешқандай замененный деталь жоқ. Болттарымыз бұралмаған. Барлығы өз орнында. Заводской бекітісі бойынша таза. Мотор керемет сағат секілді жасап тұр. Мотор бойынша ешқандай сөз жоқ. Коробка, мотор барлығы кәдімгідей керемет жағдайда. Панорамасы бар көлікте. Сыртында айтарлықтай замечание жоқ. Яғни сырттары таза. Керемет жанып тұр. Жағдайы өте керемет. Артында екі выхлопымыз бар. Асты жақта таза. Артыңғы парктрониктарымыз бар. Багажнигіміз электроприводный, яғни кнопкамен ашылып жабылады. Міне керемет. Запасканың оның герметиктары барлығы таза, өз орнында. Екінші қатар бізде. Орындық түсту батырмасы бар. Ат толық шторкмен қамтылған. Керемет. Артқы диваны таза, заводской поликтарымен, ортада шынтақ тіреніш, және арқада мультимедианы басқару, стакан қоятын орындары, арты USB Type-C, қосымша батырмаларымен, шторка керемет. Бесключевой доступ, 320 камера жоқ екен. Мұнда мертвый зона бар екен, керемет. 2018 пол электропакет, память сиденье, 2 адам қаралған, плавающий сиденье, дверной карталар тап-таза, барлығы өте жақсы қаралған. Бисмилля. 71 километр, полный мультируль, круиз-контроль. Руліміз плавающий, кнопкамен рульді жаңағыдай турлауға болады екен. Ортада мониторымыз, 2 аймақты климат, коробкамыз өте керемет жасап тұр. Ойдағыдай артыңғы көрініс анық көрсетіп тұр. Рульді ысту, ассистент парковки, видеорегистратор, орындық ысту сақындату, электронный ручник, драйв мод, автохол және шторканы қолдан көтеріп түсіруге болады. Мұнда беспроводный зарядка, подстаканник, панорамасы барлығы өте жақсы жасап тұр. Алдыңғы панельдері тап-таза, салоны тап-таза. Көлік енді технически керемет жағдайда, толықтай заводской окраста. Қызықтырса хабарласыңыздар. Бүгінгі аукционда ойнатылады K7 көлігіміз өте жақсы жағдайда және әдеттегі бағадан қарағанда әлдеқайда тиімді бағамен шығып тұр екен.